Здравствуйте, ребята! У нас сегодня урок 59 «Земля». Озаглавь текст. Перескажи подробно. Тақырып қойып, түсінгеніңді айтып шық. Это голубая планета, третья по счету от Солнца. Наш общий дом. Бұл көк планета. Бұл күннен кейінгі үшінші тұрған планета. Здесь мы живем. Люди, животные, рыбы, птицы. Все под одной крышей. Бұл жерде бәріміз өмір сүреміз. Адамдар, жануарлар, балықтар, құстар. Барлығымыз бір аспан астында өмір сүреміз. А крыша у нашей планеты состоит из атмосферы, в которой огромное количество кислорода, необходимого для жизни. Здесь мы строим наш мир, пишем историю, и отсюда мы наблюдаем за другими планетами и звездами. И еще у планеты есть маленькая подружка – Луна, которая является ее спутником. Күннен кейінгі тұрған, үшінші тұрған планета – бұл біздің үйіміз. Бұл жерде адам, жануар, құс, барлығымыз өмір сүреміз. Ал біздің аспанымыз ауадан тұрады, атмосферадан тұрады. Бұл атмосферада көп кислород бар, яғни оттегі бар. Адам өміріне қажетті оттегіден тұрады. Бұл жерде біз өмір сүреміз, тарихты жазамыз, және басқа планеталардың осы жерден қараймыз. Және біздің планетамыздың досы бар, ол ай. Ай жердің несі? Досы, спутник. Енді озаглавь текст. Бұл жерге тақырып қой дейді. Мен бұған земля деген тақырып қояр едім. Яғни жер деген. Планета Земля деп қойсақ болады немесе. Как ты думаешь, почему Землю называют голубой планетой? Сенің ойыңша, жер планетасын неге көк планета деп атайды? Өйткені жердің 70% судан тұрады екен. Яғни оған біздің 5 мұхитымыз, өзен көлдеріміз қоса есептеген кезде жердің 30% ғана құрғақ жерден тұрса, қалғанның барлығы судан құралғандықтан бұл көк планета дейді. Өйткені су көкшіл болып келеді түсі. Сондықтан ол көк планета деп есептеледі. Ары қарай. Екінші жаттығу. Закончи предложение. Сөйлемді аяқта. Лягушки живут. Мына жерге бір предлогты жазуымыз керек. Және болото, яғни көл емес. Болото, балшық. Қалай айтуға болады? Лас жерді болото деп атаймыз. Қазақшасы қазір айтамын. Болото, батпақ. Яғни бақалар батпақта өмір сүреді деп жазуымыз керек. Мына жерде бізде бақалар өмір сүреді, батпақ. Біз енді батпақта өмір сүреді деп жазуымыз керек. Лягушки живут в предлог болоте. Батпақта өмір сүреді. Сол сияқты қалған 3 сөйлемді аяқтауымыз керек. Морковь растет. Предлогты қоюымыз керек. Және окончаниесін дұрыстап жазуымыз керек. Морковь растет в грядке. Яғни бақшада өседі деген сияқты, сәбіз бақшада өседі. Спутник полетел. Бұл жерде в предлог, яғни космосқа. Біз мына в предлогы, яғни оның жай космос емес, космосқа ұшқанын көрсетіп тұр, Сөзге окончание, қазақ тілінде мысалы қа, космосқа, батпақта деген сияқты жалғаулардың орнына в предлогы қолданып тұр. Подснежник расцвел в лесу. Бәйшешек орманда
гүлдеді, шықты деген сияқты, иә. Келесі жаттығуға өтейік. Бізде упражнение 3. Зачеркни лишнее слово. Яғни артық керек емес сөзді алып таста. Антон начал рисовать, читать, думать, отвечать, ходить, узнать. Қай сөз артық? Антон сурет сала бастады, оқи бастады, ойланды, жауап берді, жүрді, білді. Қайсы сіздің ойыңызша лишний, артық? Бұл жерде бізде артық сөз, қазір көрсетем. Рисовать. Антон начал что делать? Рисовать, читать, думать, отвечать, ходить, узнать. Яғни узнать бұл жерде бірде артық сөз. Өйткені бұл жерде барлығы глагол, бірақ сұрақ қойылмайды. Бәріне бір сұрақ қойылады да, именно узнать сөзіне басқа сұрақ қойылады. Антон начал что делать? Рисовать начал, читать начал, думать начал, отвечать начал, ходить начал, узнать. Уже узнать начал. Уже сұраққа сәйкес келмейді. Дина что будет делать? Изучать будет решать, будет узнавать, будет завтракать, будет пообедать. На пообедать уже сәйкес келмейді. Пообедать сөзін алып тастаймыз. Бұл артық. Бабушка что сделала? Купила, позвонила, прочитать, написала, взяла, гуляла. Қайсы артық? Бабушка что сделала? Купила, позвонила, написала, взяла, гуляла. Прочитать сәйкес сұраққа келмейді. Сондықтан осы сөз лишний, артық. Түсінсек, келесі жаттығуға өтейік. Упражнение 4. Подумай, ойлан дейді. Образуй от прилагательных наречия, которое отвечает на вопрос «как». Бұл жерде трудный прилагательный, а трудно бұл наречие. Трудныйға сұрақ какой деп қоямыз? Бұл прилагательный. Трудно. Как? Трудно. Бұл наречие. Сол сияқты қалған сөздерді прилагательныйды наречиеге ауыстыруымыз қажет. Яғни узкий, узко, прямой, прямо, чистый, чисто, грустный, грустно, чудесный, чудесно. Деп прилагательныйлардан наречиеге ауыстырып шықтық. Енді составь 2-3 предложения, используя слова, отвечающие на вопрос «как». Как деген бізде қандай сөз табына жатады. Яғни ол наречие, я? Это наречие. Наречие отвечает на вопрос «как». Узко, прямо, чисто, грустно, чудесно. Осыған 1-2-3 сөйлем құрастыруымыз қажет. Мына жерге мен міне 2 кішкентай ғана сөйлем құрастырдым. Алиса чисто убралась в комнате. Мы ехали прямо по улице Абая Кунанбаева. Бұл жерде чисто және прямо деген сөздер наречие. Наречие – это часть речи, которая отвечает на вопрос «как». Ары кеттік. Упражнение 5. День и ночь. Күн мен түн. Земля вращается вокруг Солнца, но она также крутится вокруг своей оси, словно юла. За сутки Земля делает полный оборот вокруг своей оси. Вращаясь, Земля поворачивается к Солнцу сначала одной, а затем другой стороной. На освещенной стороне Земли
день, а на неосвещенной ночь. Енді күн, жер күнді айналып жүреді. Бірақ ол тек күнді айналып жүріп, ол бірінші өзін өзі айналып жүреді. Өзі айналып жүреді, мына юлаға ұқсап, яғни өзі айналып тұрады. Бірақ өзі бүйтіп айналып тұрып, ол күнді айналып жүреді екен. Ол өзі айналып тұрып, өзін өзі айналып тұрып, күнді айналады. Түсіндік пе? Сонда бір күннің ішінде жер өзін толық айналып шығады. Өзін өзі толық айналып шығады. Ол өзін өзі айналып жүрген кезде бір беті бірінші күнге қарап тұрады, кейін айналып келген кезде жердің екінші бір бөлігі күнге қарайды. Күнге қараған беті ол жерде күн болып тұрады, күн жарық болып тұрады. Ал егер күнге қарамаған бөлігі ол жерде түн болып тұрады. Яғни жер планетасының бізде қазір күн болса, басқа елдерде жердің жартысында ол түн болып тұрады екен. Вокруг чего вращается Земля? Бұл сұрақтардың барлығының жауабы мәтінде бар. Вокруг чего вращается Земля? Земля вращается сначала вокруг своей оси и вращается вокруг Солнца. Өзін-өзі айналады, және күнді де айналады. Вокруг чего она также крутится? Она крутится также вокруг своей оси. Міне бірінші сөйлем, екінші сөйлем жауаптары. Когда на земле наступает день, а когда ночь? Күнде күн қай уақытта күн шығады, жерде қай уақытта түн болады. Міне. Вращаясь, Земля поворачивается к Солнцу сначала одной, а затем другой стороной. На освещенной стороне Земли день, а не освещенной ночь. Và сұрақтың үшеуінің де жауабы мәтінде тұр. Келесі. Послушай, спутник планеты Земля – это Луна. Первые капли дождя упали на Землю. Жердің серігі бұл Ай. Жаңбырдың бірінші тамшылары жерге түсті. Вспомни, в каких случаях слова пишутся с большой буквой. Как ты думаешь, почему в первом предложении слово «земля» написано с большой буквы, а во втором с маленькой? Бұл жерде қарайықшы, екі сөйлем берілген. Екі сөйлемде де қарамен земля, яғни жер деген сөзді қарамен белгілеп қойған. Бірінші сөйлемде жер сөзі үлкен әріппен жазылған, екінші сөйлемде кішкентай әріппен. Неліктен? Спутник планеты Земля, Луна. Яғни біз планетаның атын көрсетіп тұрмыз. Планетаның атын көрсетіп тұрмыз. Яғни бұл жерде мысалы басқа ат болуы мүмкін. Мысалы Венера, Сатурн деуіміз мүмкін. Бұл жерде біз Земля деп планетаның атын айтып тұрмыз. Ал екінші сөйлемде бірінші алғашқы жаңбырдың тамшылары жерге құлады. Яғни біздің астымызда басып тұрған жерді айтып тұрмыз. Міне жер. Яғни екеуінің бұл біріншісінде планетаның аты ретінде үлкен әріппен жазылып тұр, екіншісі жаңбыр жерге құлаған айтып тұр. Яғни астымыздағы басып тұрған жерді айтып тұр. Сондықтан ол кішкентай әріппен жазылып тұр. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемат болыңыздар. Менің каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.